Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бір видеода 3 түрлі пирог пісіретін боламыз. Бұл пирогтардың ерекшелігі барлығы бір қамырмен жасалатын болады, тек салмалары әртүрлі. Ең алдымен қамырдың жасалу ретін көрсетемін. Ұнымызға бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды салып, қолымызбен ұнтақ жасап аламыз. Ендігі кезекте қопсатқышымызды қосып араластырып аламыз. Енді бір жұмыртқамызды және шекерімізді қосып, барлығын біріктіріп, қамыр жасап аламыз. Барлық пирогымызға қамырды дәл осы әдіспен жасайтын боламыз. Енді пергамент қағазымыздың үстіне аздаған ұн себе отырып, қамырымызды оқтаудың көмегімен мейлінше төртбұрышты етіп жайып аламыз. Пирогтарды мен төртбұрышты формаға жасайтын боламын. Қаласаңыздар, домалақ 26 диаметрлік формаға да жасауға болады. Жайып алған қамырымыздың жан жағын қайырып, формамызды салып, бортик жасайтын боламыз. Ең алдымен мен шие қосылған пирогты жасайтын боламын. Ол үшін жұмыртқамыз бен шекерімізді қосып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін қаймағымызды қосып, оны да араластырамыз. Енді мұздатылған шиемізді бөлме температурасында ерітіп, артық суын алып тастаймыз және шиемізді блендердің көмегімен өткізіп, ұсақтап аламыз. Және қаймақты массамызға қосып, біркелкі етіп араластырамыз. Формадағы дайындап алған қамырымызға массамызды құямыз. Қатырылған шиемізден сәл алып қалған болатынмын. Соған аздаған картофель крахмалын қосып араластырамыз, суы шығып кетпес үшін, және де салмамыздың бетіне салып шығамыз. Пирогымызды 180 градус қызып тұрған пеште 25 минут пісіріп аламыз. Пісіп шыққан пирогымызды бөлме температурасында толықтай суытамыз және кемінде 2 сағат тоңазытқышқа қоямыз. Екінші пирогымыз шығыс пирогын жасайтын боламыз. Қамырымызды дәл бірінші видеодағыдай жасап аламыз. Жуылып тазаланған мейізімізді саламыз. Оның үстіне грек жаңғағымызды саламыз. Бәрін қамырдың үстіне біркелкі етіп жайып шығамыз. Үстінен дip сгущенкасын біркелкі етіп құйып шығамыз. Пирогымызды 180 градус қызып тұрған пеште 25 минут пісіріп аламыз. Дайын болған пирогымызды толықтай суытып, 2 сағат кемінде тоңазытқышқа қоямыз. Тоңазытқыштан шыққан пирогымызды кесіп көрейік. Біздің шығыс пирогымыздың дәмі өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үшінші мақ қосылған пирогымызды жасаймыз. Сотейникке мақ пен сүтімізді қосып, баяу отқа қоямыз. Баяу отта үнемі араластыра отыра 5-8 минут шамасында ұстаймыз. Мақ бізде осылай болып шығады. Енді оттан алып тастаймыз. Бөлек ыдысымызға ірімшігімізді, жұмыртқамызды, шекерімізді, жүгері крахмалын және қаймағымызды салып, барлығын блендердің көмегімен біркелкі етіп блендерлап аламыз. Енді массамызға мақты қосып, оны да араластырып аламыз. Алдын ала дайындап алған формадағы қамырымызға салмамызды құямыз. Тегіс етіп жайып, 180 градус қызып тұрған пеште 25 минут пісіріп аламыз. Піскен пирогымызды әдеттегідей бөлме температурасында толық суытып, 2 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Біздің жасап көрген 3 рецептімізді өте ерекше дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, төменге пікір қалдырып, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Саяна, астарыңыз дәмді болсын.